Ассалаумағалейкум қазақ елі, Мадавто арнасына қош келдіңіздер. Және де бізде бүгін кезекті обзор. Қандай көлік не бар екен қазір видео арасында толықтай түсіндіретін боламын. Ал менің видеомызды бастап алайық, кеттік. Оңыз құрметті көрермендер, мінекей бүгінгі бізде кезекті шолуда Lada Vesta. Естеріңізде болса, осы уақытқа қаншама айтып келіп жатырмын. Мен өзім проектте Lada көліктерін ұстағандықтан, егер де кім-дегім сіздердің араларыңызда Lada көлігін үйсі влажнен жасап тюнингтейтін болса, маған сиязға шығыңыздар. Мен сіздердің көліктеріңізді кереметтей обзор жасап беретін болам деп айтқан болатынмын. Білесіздер, осы уақытқа Niva жасадық, Priora жасадық, Granta істедік деген сияқты көліктерді істеп жатырмыз. Мінекей бүгін бізде бір Vesta алғашқы рет болғалы жатыр. Сондықтан да достар, экранның ана жақсап жайғасып алыңыздар. Ал біз видеомызды бастайық. Олай құрметті көрермендер, назарларыңыздағы бұл Vesta седан, байқасаңыздар ешқандай кросс емес, просто седанның өзі. 2017 жылғы объем 1.6 қарапайым ең алғашқы шыққан Vestалардың бірі. Түріне қарасаңыздар олай айтпайсыздар, бұл Vestаның өзіне 3 миллионның төңірегінде вложение жасалынған. Қазір именно не бар, 3 миллион теңге қайда жатқанын толыққанды көрсететін боламыз. Достар, мен сіздерге түсірген керемет туындымды монтаждап отырып, арасында бір демалып алатыным бар. Сол уақытты пайдалана отырып мен видео монтаждаумен қатар Ammarkets онлайн брокинг компаниясының көмегімен трейдингте сауда жасаймын. Егер де сізде трейдинг саласын түсініп, табыс тапқыңыз келсе, онда мен сізге Ammarketsті ұсынамын. Ammarkets брокері 17 жылдық сауда тәжірибесі бар халықаралық компания. Ammarkets ең қолайлы сайт десем де қателеспеймін. Өйткені бұл жақта клиентке барлық жағдай жасалған. Әсіресе 24/7 жұмыс жасайтын техподдержка сізге әп-сәтте жауап беруге дайын. Сондай-ақ өте түсінікті жасалған iOS немесе Androidқа жүктеуге болатын Ammarkets трейдинг қосымшасымен де сауда жасасаңыз болады. Неге именно Ammarkets? Өйткені достар, 17 жыл сауда жасап келе жатқан бұл платформа 5 жұлдызды шкалалы рейтингтен 4.7 жұлдыздан төмен түспеген. Сондай-ақ мұнда неше түрлі валютный пара, металл, криптовалюта, облигация, товар, индекс, акция сияқты сауда құралдары бар. Және де ең кереметі мұнда кешбек бағдарламасы бар. Яғни айтқанда трейдерлерге әр сделкадан $17 бонус қайтарылып отыратын болады. Ал достар, мінекей счетты ашу өте оңай. Ең бастысы өз счеттарыңызға мына жерде көрініп тұрғандай банк картасы болсын, виза болсын, MasterCard болсын, тіпті криптовалюта арқылы да толтырсаңыздар болады. Сондай-ақ достар, Ammarkets конкурс ұйымдастырып сіздерге Apple гаджеттерін сыйлағысы келіп отыр. Ал басты призге Porsche Cayenne автокөлігі. Ал конкурстың шарттары өте оңай. Ол үшін достар, сіздер Ammarketстен өздеріңіздің жеке счеттарыңызды ашып, кем дегенде $500 толтыру қажет. Одан кейін сіз кем дегенде бір лот сауда айналымын жасауыңыз қажет. Сол кезде сізге купон беріледі. Купоныңыз қаншалықты көп болған сайын мүмкіншілігіңіз соншалықты жоғары болады. Ал егер достар, сіздер менің SeriVolk деген промокодын теріп тіркелсеңіздер, сіздер ақшаларыңызды 2 еселеп керемет бонусқа ие боласыздар. Олай болса барша сәттілік тілейміз. Өз мүмкіншілігіңізді жібере алмай, бақтарыңызды сынап, керемет сыйлықты жеңіп алыңыз. Бірден достар, көзге түсіп тұрған бізде Avves Ural деген фирма бар Россияда. Осындай Vestаларға арнап түрлі Avvestер жасайды. Туры менікіне ұқсас, бірақ бұл Avvestің ерекшелігі черный глянецпен ақ цветте жасалынған. Бұндайда негіз достар, Россиядан заказ беру үшін алдыңғы артқы бампер және де порог бірге жүреді. Полный комплект қателеспесем 150 мың теңгеге барады. Заказыңмен, келуіңмен және де материалдың өзінің бағасы. Келгеннен кейін өзінің машинаңа покраска боятасын, болмаса готовый да алуға болады. Готов кішкене қымбаттау болады. Және де черный детальдарын бәрін глянецқа өзің пасуым жалайына боятасын. Негізі, бірақ заводтан бұла глянец болып шықпайды. Матовый болып шығады. Мекін көрген болсаңыздар, оны глянец болып хозяинның егесі өзі боятқан. Енді майдачы детальдарымен боятуыңмен олшым Avvestің өзіне примерно 200 мың теңге кетті деп есептейікші. Қалай? Көрдім тұрма? 200 мың деген иш шығып жатыр ма? Одан кейін баяда бір атам айтқан екен, көліктің 50% сәнін ашатын әрине ол диск. RRS фирмасының 17-лік дискісі, бұл енді жігет ақ черный стилде жинағаннан кейін черный глянцевый дискті алдырған, бағасы қателеспесем 350 мың теңге деді ғой деймін. Дисктің өзі. Одан кейін 100 мыңға шинаған,
кругом вертом, короче, 450 мың, 500 мың теңге 4 дөңгелекке кеткен ғой. Одан кейін бүйтіп қарайтын болсаңыздар, фарының ішіне линза салынған, билет, бұл ближнийге салынған, и дальныйде қосылып, тағы да отдельно отражениесімен өзінің жаңағы баяғы заводскоймен жанады ғой. Сонда дальный 4-еу, ближний 2-еу саналады, короче. Сосын билет туманка, бұл да қателеспесем дальний ближний жанады. Сонда, короче, дальний 4-еу емес, 6-еу болды. Мынаның өзіне фарға билет салдыру сапалы деді, қателеспесем 80 мың теңгелік. В общем, жұмысымен, анау-мынаумен, туманкасымен қосқан кезде шамамен 120 мың теңгеге шығады примерно. Так, осы достар, капоттың астында бізде не бар екен? Бірінші сөз мынау жауап екен. Айту керек сабалды. Әбден сондай үйрен қаптында, Приорада да бар, Вестада да бар. Так, осы достар, бірден көзге түсіп тұрған бізде ресивер, железный ресивер саған STT Performance фирмасыныңкі, обычный пластиктен құтылған хозяин. Одан кейін газ қондырдым дейді, өйткені бұл көлік, короче, күнделікті Астана мен Көкшетау ортасынан жүріп отырады екен, сондықтан бензинмен сорылмау үшін газ салып алдым дейді. Одан кейін достар, тағы да бір байқайтынымыз, екі шашқының ортасындағы аты есіме шығып тұр, усилитель қондырған. Бұл дегеніміз негізі түбі не мақсатта шыққан білесіздер ғой. Егер де көлік үлкен скоростьта келіп поворотта да бүйтіп бұрылған кезде, мына шашқыларыңыз бүйтіп кішкене негізі 1 сантиметр бүйтіп майысады екен. Сол майыспау үшін осындай усилитель қондырып алған дұрыс екен. Атын ұмытып тұр, не деп айтатын? О-моя. Тілім ұшында тұр. Түкірсем шығып кететін сияқты айтыңыз, комментар жаза кетіңіздерші, ұмытып тұрмын. Одан кейін достар, тағы да неге көзге көрінбейді, бірақ хозяинның өзінің жасаған жұмысы бар. Коробкада, короче, оказывается, блокировка қондырылған. Бұл негізі переден привод грантың болсын, приораң болсын, вестаң болсын, бір жерге тұрып қалсаң, қай жағы жеңіл, сол жағы да айналып тұра береді ғой. А бұдан ондай емес та, нивалар сияқты екі алды бірде айналады, короче. Түсіндіңіздер ма? Короче, сондай блокировка қондырылған дейді. Оның қателеспесем, запчасы жұмысымен бірге 300-350 мың теңге деді ғой. Зато стоит деді, қыстың күні тұрып қалмайсың да. Нивалар сияқты кете бересің ғой, екеуімен айналдырып. Так, алдына тағы айтатын дүниелеріміз жоғау, бары осы. Ал ендеше салон жағына көшпейміз ба? Салонда не қызық бар екен? Көрейік. Бірден алдыңғы ес ашқан кезде көзге түсетін бізде черный глянец детальдар. Родной, менен таппай жүрмін ондан. Родной, қақтан алдың. Асықпай сөйлейікші, есіктің өзіне айтатын нәрсе көп екен де. Так, олай құрметті көрермендер, бірден көзге түсіп тұрған вставка. Не деп айтамыз ана да? Вставка дверных карт деп айтамыз. Короче, хозяинның өзі салынған. Енді көліктің ішкі стилін қызыл тігістермен жинаған. Мана даже қол шындақ қоятынның есік тегісінің өзіне де арнайы осындай сатылады. Сонда жабыстырғанда мына кожа қызыл тігіспен тігілген. Одан кейін есіктегі молдингтердің барлығын черный глянцевыйға ауыстырған. Веста ешқашанда осындай молдингтерді черный глянцевпен шығармаған. Либо, короче, қызыл қылып шығарған, либо черный мат қылып шығарған, или серый қылып шығарған. Короче, глянцке өзі хозяинның өзі ауыстырған, мынаның барлығын ауыстырған мінекей. Сосын мына жерге ішінде түнде анау есікті ашқан кезде таппай қалмасын деп Веста надписімен андай кішкене освещение қойған екен. Тема ма? Тема. Ішін қарсай сен. Сыртқы көріністе көлігіңнің 50%-ін алатын диск болса, ішкісінде ол руль. Сенің күнделікті көретінің, күнделікті көзен күйік болатын осы руль. Сондықтан да рульге де мән берген дұрыс. Вестаның өзінің заводской руліне ұқсас. Негізі Вестаның рулі ғой, просто стилі спортта. На рульдің өзін отдельно 160 мың теңгеге алып салынған екен. Как положено, мультирульдармен, Вестада мультируль десең таң қалатын нәрсе емес, өйткені ол заводтан мультирульдің өзі бар болып шығады. Сондай-ақ щиток, мынаның ішінде кішкене өзі хозяинның өзі доработка істеп, пересветка істеген, және де мынаған да ободоктарын черный глянец саған ғой, таталап қалсаңыздар полный. Іштегі барлық молдингтер, дефлекторлар, іштегі бүкіл пластиктің барлығын черный глянцке ауыстырған. Салонның тағы да 50% сәнін алады, әрине ол енді чехол. Веста спорт стилінде арнайы заказбен тіктірілген чехол. Мынаның өзі, короче, андай, қалай айтсам болады, эко-кожа емес та? Эко-кожа мен натуральный кожаның арасындағы бір нормальный качествоға кожа сияқты. Короче, тырнасаң із қалмайдың ғой.
Мынаның бағасы полный 4 сидушка артқы диванмен бірге барлығы қателеспесем достар бұндайларды 80 мың 100 мың теңгеге тігіп береді. Өйткені мына жерде қараңыздар, қызыл цвет бар, қара цвет бар, короче, и және де алькантара сияқты инегма материалмен 3 түрлі материалды араластырып тіккеннен кейін бағасы сондай азап қымбаттау болады да, короче. Одан кейін достар, подлокотник бұл Вестада заводской. Енді бұл подлокотниктер негізі комплектацияға қарай жүреді. Қателеспесем, мына көлікте, короче, предполный ғой. Полный емес, предполный ғой саналады. Полныйда климат контроль болады, а бұда климат контроль емес, просто кондиционер бар да. И қалған зәтсенің барлығы бар. Короче, монитор десең монитор, подогрев передний лобовой, короче, барлығы бар. Сондай-ақ тағы да бір ішке көзге түсіп тұрған бұл бізде светящий КПП ручка. Бұнда хозяйның өзі қолдан салған. Міне айтадым ғой, жаңағы ішіндегі детальдердің барлығын черный глянцтен жинаған ғой. Короче, барлығына молдинг болсын, консолинг болсын, короче. И мына жерде 464-тік Android орналасқан. Как положено, задний вид камерамен. Чё там ба? Чё там? Баяғыда бар дейсін әріптесім айтқан екен. Потолок болған екен, потолок болу керек та. Көріп тұрғандарыңыздай, потолокқа алькантара жабыстырып, оның үстіне звездный небо қондырған. Бұның кайфын кезінде приор айдаған кезде көрген ек. Және де бұндай қондыру үшін потолокты черный айналдырған екен. Енді бұның стойкаларында, іштегі пластик, козерогтың барлығында как положено черныйға ауыстырған. Салонның ішіндегі бір яркий, серый болмаса бір ақ түсті, е бір пластик, е бір материал көрмейсіздер. Барлығы салонның барлығы черный мен қызыл стильде жасалған. Мынаның цветі пульт арқылы ауысады екен, бірақ пульті жоғалтып алдым дейді. Амал жоқ, жарайды. Чисто өзінің көк түсімен жүр екен әзірге. Бірақ ең бастысы жұмыс істеді. Арқы жағына келетін болсақ, құрметті көрермендер, Вестаға мен бір риза болғаным, арқасы кеңдей, рахат, смело, артық пассажир арқасына аяғы тимей, ашын отыра бересің. Сондай-ақ жаңа айтып отырмын ғой, барлық салонда қызыл детальмен қызыл экспресс деген тіпті аяққа түсіп тұрған подсветканың өзі де вот қып-қызыл да. Андай китайский емес та, қатты көзге түсіп, жап-жап салондамайды. Нормально бір. Камрилердегідей ғой, короче, қазіргі современный көліктерде осылай шығып отыр ғой, аяққа түсіп тұрған подсветка. Вот четко звездный небо, подсветка ручка бар. Енді алда уақытта мына жерге бүйтіп 222 сияқты бүйтіп лента қойып қойсаң, сонымен, короче, комфорт қой. Мынаның арқасының тонировкасы достар, по-моему, 200 ба, 150 ма бірдеңе екен же. Арқасынан сырты көріну қиын. Түнде мына көліктің арқасына отыратын болсаң, жүрегің айнып, жолда құсам демесең болды айтады. Аттак, Осы артқы жағына келетін болсақ, достар, бізден бірден көзге түсіп тұрған Audi стилдегі фара. Бұның бағасы 100 мың теңге, ресейден заказ беріп, өйткені мен өзім алдырып, салып алдым. Одан кейін Ural фирмасының өзінің негізі кейбіреулеріне комплектте жаңағына обвеспен бірге спойлер жүреді, ал кейбіреулеріне отдельно жүреді. И соның комплектте бірге келген Ural фирмасының спойлері, черный глянцевый, Vesta Porsche стилдегі жазу, черный глянцевый, 3 мың теңге тұрады. Одан кейін молдинг, мынаны қателеспесем пленкаға қаптаған. Өйткені мынау заводтан негізі черный шықпайды, пленкаға қапталған. Сосын тағы да мына жаңа айтып кеткен черный детальдердің бәрін глянцке осылай боятқан. Көрдіңіздер ма? Сосын тағы да бір көзге түсіп тұрғаны бұл ветровик задних лобовой деп айтады. И және де акула. Негізі достар, мына бір кейбіреулер брат колхоз ғой, құртшы дейді да. Негізі Весталардың кросстарында мына акула заводской антенн болып келеді да. Просто седандарды алдына қойғаннан кейін ол алдында болып қалады да. И мынаны, короче, адамдар қытайский колхозға құртсай дейді. Негізі достар, мынау кросстардікі, білмесаңыздар. Так что енді колхоз емес, мынау да антенн негізі қосып қойсашы. Бірақ керек емес та, антенн алдында тұр. Сондықтан достар, арқасында айтатын дүниелеріміз осындай. Бұл енді байқап тұрсыздар, көп жерде Lada Sport деген жазуды байқасаңыздар, өйткені бұл көліктің егесі енді объемы 1.6 болса да, көліктің видін, ішкі салонды, моторды ашқан кездегі түрін, барлығын, короче, Lada Sport қып жинақсы келгеннен кейін осылай барлығын істеп жатыр. Сондықтан да мынандай спорт шилдігі бар, Lada Sport деген шилдіктердің барлығы сондықтан. Болды. Құлақ қышын қандыратын, құлақтан кіріп бойдалар әсем әммен тәтті күй демекші, полный трасса Сенгер орналасқан. Хозяйның айтуы бойынша алдағы уақытта бұдан да злой естілетін гулшақ полный жинағым келіп жатыр дейді. Бірақ мынаның өзі де нормально. Просто бүйтіп выхлоптарын шығарып қойып жатыр, насадкілерін же. Вот сол кезде спортқа таза ұқсайтын беді. Аттан қақи.
Одан кейін жалғастыратын болсақ, құрметті көрермендер, сразу көзге түсіп тұрған бізде, енді байқап тұрсыздар ғой, черный глянец қылып істеген ғой, даже крышасына пленка жабыстырған. Мынау боковой зеркаласындағы крышкасын МК стильдегі крышка қойдым, қателеспесем. МК стильдегі крышкасын саған. Бұның енді бағасы қателеспесем бір 20 мың шығар. 10 мыңнан парасы 20 мыңға салады. Пленкаң 20 мың, жұмысы 20 мың. Сондай-ақ жанындағы мына пленкалардың бәріне глянцке өзі істеген. Өйткені заводтан ешқашан глянц болып шықпаған, барлығы матовый болып шығады. Мына пленка жабыстырып жатқан кейін, мынаны да қоса жабыстырып кеткен ғой деймін, қателеспесем. Сондай-ақ достар, мынау родной қалай мынандай негізі алдыңғы передний парктроник автомат коробкада болмайтын бе деймін ғой мен, короче. Потому что, мысалы, задний парктроник R қасасаң іске қосылады. Передний парктрониктер автомат коробкада D қасасаң іске қосылады да. Механикада мынаны қалай қосқасын деймін ғой. Сөйтсем, бір кнопка жалғап қойғам. Когда өйсті бір қиын парковка болады, параллельно бір жерге тақап қою керек болады. Сондай кезде кнопка басасында тиқылдайды дейді, короче, алдында как положено төртеу қойған. Сол арқылы смело машинаның габаритін сезіп, парктроник арқылы машиналар нормально қойып кете аламын дейді. Көрдіңіздер ме? До того алдына да парктроник қойып қойған, как положено рабочий, кнопкамен істеп тұр. Мынаның өзі де бір кайф емес па? 3 миллион, бұл жерде 3 миллион дегенде ровно 3 миллион емес, 3 миллионның жобасы. Яғни плюс-минус тағы да 200 мың деген сияқты. Мүмкін 2 миллион 800 мың салынды ма, мүмкін 3 миллион 200 мың салды ма, хозяинның кішкене өзі шатасып есіме түспей тұр дейді, бірақ примерно жобалап 3 миллиондай құрттым деп жатыр. Осы достар, мінекей назарларыңыздағы Vesta Sport, мына жердегі шилдік негізі 1.8 турбо деген жабыстырып қойыпты. Бұған мән бермеңіздер, просто бұл сыртта анау конкурентті көрген кезде қорқып, мынау турбо ғой, жарыспай қойық деу үшін жабыстырып қойған. А так негізі под капотом, как обычно біздікіндей 1.6 орналасқан. 129 мотор, 1.6. Қойшы достар, мінекей назарларыңыздағы Vesta Sport. Бұның тағы да бір ерекшелігі, бүйтіп құлтайсаңыздар болды. Автодоводчик стекло орналасқан. Яғни айтқанда, көлігінің терезесі ашылып қалып кетсе, машинаны құлтасаңыздар өзі осылай жауып ала береді. Дерзкі ма? Мынандай сен камеріңде жоқ қой, бауырым, чуатам. Осы достар, мінекей полный шоу жасап біттік. Сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментария керемет пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал достар, біз сіздермен қоштасамыз. Жай ғана келесі кездескенше аман сау болыңыздар.